Баршаңызға сәлем қыз-келіншектер. Бүгін сіздермен бірге видеоның басында көргендеріңіздей қытырлақ болып шығатын самсаның тестасын дайындайтын боламыз, яғни слоеный тесто. Ол үшін бізге тек қана су, тұз ғана керек болады. Ең алдымен суымызды ыдысқа құйып, тұзымызды салып ерітіп алатын боламыз. Су жылы болса жеткілікті. Сосын мен жұмыртқа да салдым. Негізінде жұмыртқа міндетті емес. Онды сала отырып, қатты да емес, өте қатты жұмсақ та емес, орташа қамыр илеп алатын боламыз. Қамырымызды илеп болған соң 10 минутқа демалдыруға жіберетін боламыз. 10 минуттан соң алып, бөліктерге бөліп, тағы да кішігірім уақыт демалдырып аламыз. Мен 4 бөлікке бөліп алдым. Минут демалдырып алған соң жаюды бастайтын боламыз. Екеуден жайып алатын боламын. Екі қамырды бірдей жаямын, яғни арасына ұн шашып, көбірек ұн шашып жайыңыздар, сонда жабысып қалмайды. Немесе 1 стакан ұнға 1 стакан крахмал қосып жайсаңыздар, қамырларыңыз мүлдем жабыспай, әдемі бір тегіс болып жайылатын болады. Мен дүкеннің слоеный тестасын қолданбаймын. Арзан маргарин арасында құрамында, яғни көп болғандықтан асықсанда қорытылу өте қиын болады. Және де үйде пісіргендегідей, үйде өз қолыңызбен дайындағандағыдай самсаларыңыз дәмді болып шықпайды. Өздеріңізді үйде осылай азғана уақыттың ішінде дайындап, морозильникке салып қойып, кез келген уақытта алып, самса жасай берсеңіздер болады. Және де дәл осы рецептпен қатырма нан пісірсеңіздер де өте дәмді болып шығады. Ендігі кезекте біз майды ерітіп алатын боламыз. Азырақ маргарин қосамын, сосын сұйық май, кішігірім тоң май қосамын. Тоң май қосқанда ауыз тоңып қалмай ма деген сұрақ пайда болатын болса, жоқ, мүлдем ауыз тоңып қалмайды. Тоң майдың дәмі шықпайды, өйткені 2 ас қасықта ғана қосамын. Ол қатты ауыз тоңып қалатындай дәм бермейді. Қайта өте дәмді, бір қытырлақ, өте дәмі күшті болып шығады қамырымыздың. Сосын осылай видеода көрсеткендегідей 2 қамырды бірінің үстіне бірін салып, үстіне майды құйып жағып аласыздар, сосын орайтын боламыз. Мен сияқты бір ғана майды емес, осылай 2-3 түрлі майды араластырып жақсаңыздар, дәмі ерекше керемет дәмді болып шығады. Яғни жаңағындай тоң май, сұйық май, маргарин, әртүрлі майды араластырып жақсаңыздар, жақсы болып шығады. Қамырымыз дайын болған соң морозильникке жібереміз. Қалғанша уақыт сақтауға болады. Мен 1 сағаттарда алып, самса пісіруге кірістім. 1 сағаттың өзінде де маргарин қамырға жақсы сіңіп, жұмсақ болып, мінекей видеодағыдай әдемі туралып жатыр. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда күнделікті жаңа видео рецепт шығып отыратын болады. Видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар.